Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Балқаш қаласы жалпы білім беретін номері 9-шы мектептің информатика пәні мұғалімі Мұсаханова Жанар Жанатовна. Құрметті оқушылар, бүгін бізде информатика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы компьютерлік графика. Сабағымызды бастамас бұрын компьютерлік графиканың не екеніне тоқтала кетейік. Жалпы компьютерлік графика дегеніміз бұл жаңағы программалық және ақпараттық құралдар арқылы кескінді құруға болатын өңдеу тәсілдері мен әдістерін зерттейтін информатиканың бір саласы болып табылады. Компьютерлік графика күрделі ақпараттық технологияның бірі. Онсыз әрбір веб парақшаны, компьютер ойыны жасау, кітаптарды немесе басқа қағаз басылымын шығару мүмкін емес. Жалпы осы бүгінгі компьютерлік графиканың негізгі салалары бұл жаңағы растрлық, векторлық, фрактальды осы түрлеріне жекелей тоқтала кетсек. Жалпы жаңағы графикалық ақпарат дегеніміз жаңағы схемалар, эскиздер, диаграммалар, графиктік пішіндегі фигуралар немесе бейнелер түрінде берілетін ақпарат болып табылады. Графикалық режимде экран жекелеген жарқырауық нүктелерге бөлініп, олардың саны монитордың мүмкіндігімен тәуелді болып келеді. Келесі бізде жаңағы растрлық графика. Графикалық ақпараттың нүктелер жиыны немесе пиксельдер түрінде ұсынылуы растрлық түрдегі ұсынылу деп аталады. Фотосуреттерде растрлық кескін сияқты сақталады. Егер машиналарыңа жаңағы жалпы компьютерге сканер қосылған болса, онда кез келген фотосуретті сканерлеп алып, оларды дискіде растрлық кескін түрінде сақтауға болады. Сканер суретті жаңағы суретке түсіреді. Оны цифрланған нүктелер жиыны түрінде көрсетіледі. Осыдан кейін растрлық кескінге түрлендірілген фотосуретті Word құжатына кірістіреміз. Ақ-қара фотосуреттер әдетте түрлі түсті суреттерге қарағанда сапасын жақсы сақтап сканерленеді. Жалпы жаңағы растрлық графиканың бағдарламаларына тоқталатын болсақ, жаңағы бұл қазіргі таңда қолданысқа еніп жүрген жаңағы Paint бағдарламасы, Paint, Photoshop, тағы да басқа түрлері қолданысқа енген. Келесі бізде жаңағы векторлық графикаға тоқталатын болсақ, графикалық ақпараттың сызықтар жиыны немесе геометриялық фигура түрінде ұсынылуы векторлық түрде ұсынылу деп аталады. Векторлық кескіндеудің негізгі элементі түзу болып табылады. Ондағы бейне геометриялық фигуралардың жиынтығы түрінде беріледі. Әдетте нүктелер, түзулер, тіктөртбұрыштар, шеңберлер және тағы басқа фигуралар алынады екен. Келесі біз жаңағы векторлық графиканың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, артықшылығы барлық бейнелер түзулерден құралады. Түзудің жаңағы алатын жадындағы көлемі түзудің өлшеуімен тәуелді болмайды. Себебі түзу формула түрінде беріледі. Көлемнің шағын болуы оңай масштабтауға болады, оңай түзетуге болады. Жаңағы векторлық кескіндеудің артықшылықтары да кемшіліктері де бар. Енді келесі кемшілігіне тоқталатын болса, шынайы бейнелерді құрудағы қиындықтар бар. Тұтас аймақты бейнелеу мүмкіндігінің болмауы, себепті объектілер, сын және қаңқа түрінде ұсынылуы да мүмкін. Суреттеу алдын ала өңдеуді қажет етеді. Жалпы жаңағы векторлық графиканың бағдарламасына тоқталатын болсақ, бұл жаңағы графикалық түрде Corel Drive, жаңағы Photoshop, тағы басқа түрлері қазіргі таңда қолданысқа енген. Келесі бізде графикамыздың түрі бұл жаңағы фрактальды графика. Компьютерлік графика растрлық және векторлық
болып қана қоймай, фрактальды да болып бөлінеді. Фрактальды графика, ректорлық графика сияқты математикалық есептеулерге негізделген. Фрактальды графиканың негізгі элементтері математикалық формула болып табылады. Ондағы бейнелер теңдеулердің көмегімен құрылады. Сондықтан компьютер жадысына тек бағдарламаны ғана сақтаса жеткілікті. Келесі бізде жаңағы ғылыми графика. Бұл ең бірінші пайда болған бағыт. Оның міндеті объектілерді көрнекті бейнелеу, ғылыми және инженерлік қызметте ғылыми графика. Ғылыми зерттеулер мен сынаулар жүргізілгенде есептеу нәтижесін графиктік өңдеу үшін есептеу, эксперимент жүргізгенде және олардың нәтижесін көрнекті көрсету үшін қолданылады. Медициналық қызметте ғылыми графика, жаңағы кардиограмма, рентгенграмма және тағы да басқа салалардың түрінде қолданылады. Білім беруде мультимедиалық программалық құралдар ретінде қолданысқа енген екен. Келесі бізде жаңағы іскерлік графикаға тоқталатын болсақ, бұл жаңағы іскерлік графика, компьютерлік графиканың бұл саласы әртүрлі мекемелер жұмысында жиі қолданылатын иллюстрация жасауға арналған. Жоспар көрсеткішін есептеп беру, құжаттарын статистикалық мәліметтер, жаңағы объектілер үшін іскерлік графиканың көмегімен иллюстрациялық материалдар. Бұл жаңағы көбінесе графиктік түрінде, диаграмма түрінде қолданылады екен. Келесі бізде көркемдік және жарнамалық графика. Жалпы жаңағы көркемдік жарнамалық графика дегеніміз графикалық кескін жасау және редакциялау үшін, мысалы баспа өнімдерін, жарнама безендіру, фотосуреттерді бояу және өңдеу, мультфильмдер, бейнесабақтар, компьютерлік ойындар жасау үшін қолданылады. Архитектурада сызба дайындау процесін автоматтандыруға және ғимараттарды қабаты бойынша жобалауға мүмкіндік береді екен. Келесі жаңағы мультимедиалық графикаға тоқталатын болсақ, компьютерлік графика түрлерінің бірі бұл жаңағы мультимедиа болып табылады. Ол дыбысты, музыканы, мәтінді және бейне мен анимацияны қарастырып үйлестіреді. Соңғы кезде мультимедиа жүйесі кең таралып, қазіргі таңда қолданысқа енген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жалпы біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.